Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен дәмі тіл үйретін трайфл дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде ұнаса лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен біз құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырып аламыз, яғни ұн, разрыхлитель және какаоны осылай араластырып аламыз. Бір шетке қойып, енді сұйық ингредиенттермен жұмыс жасаймыз. Ең алдымен бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантымызды қосып, екеуі әппақ көпіршікке айналғанға дейін араластырып аламыз. Миксерлеуді тоқтатамыз. Енді құрғақ қоспамыздың жартысын ғана осы сұйық қоспамыздың үстіне саламыз. Тағы да араластырамыз. Енді үстіне сүт және сұйық май қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді жаңағы құрғақ қоспамыздың қалғанын салып, тағы да миксерлеп аламыз. Біздің бисквитіміз пісуге дайын. Енді духовкаға арналған ыдысымыздың астына пергамент қағазын төсеп, бисквитімізді құйып пісіріп аламыз. Бұл жерде ыдыстың қандай көлемде болғаны маңызды емес, себебі піскеннен кейін біз бұларды қолмен үгітетін боламыз, сондықтан да формасы маңызды емес. Осылай жайып аламыз. Одан соң 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді бисквитіміз піскенге дейін біз кремін дайындай береміз. Ол үшін бізге 400 мг сливки қажет және 150 грамм сахарная пудраны саламыз, қант ұнтағын. Екеуі қою массаға, яғни кремнің массасына айналғанша миксерлейміз. Бізде осындай қою крем пайда болды. Енді бисквитіміз пісіп, әбден суығанға дейін біз кремімізді тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Біздің бисквитіміз пісіп, әбден суыды. Енді оны осылай қолымызбен үгітіп шығамыз. Шетке қойып, енді біз трайфлдарды жинауға кірісеміз. Ең алдымен үгітілген бисквитімізді ең астыңғы қабат ретінде салып шығамыз. Осындай ыдыстан бұл рецепт бойынша 4 трайфл жасауға болады. Біреуін бананмен, біреуін банансыз жасадым. Одан соң үстіне кремімізді жайып шығамыз. Қасықпен немесе осындай лопаткамен тегістеп алып, енді тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ол уақытта біз енді бетіне шоколадты ганажымызды жасаймыз. Ол үшін бізге сливки және шоколад қажет болады.
төменге мен нақты көлемін мөлшерін жазып қоямын, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Біз бұл екеуін микроволновкада немесе водяной баняда немесе плитаның үстінде қыздырып ерітіп алсақ болады. Одан соң тоңазытқыштан трайфлдарымызды алып, шоколадымыз әбден суығаннан кейін бетіне қосатын боламыз. Бетін өз қалауыңызша әсемдей берсеңіз болады. Мен бұл жерде клубникамен әсемдедім. Кез келген жеміспен әсемдей берсеңіз болады. Одан соң үгітілген жаңғақтар, яғни арахиспен әсемдеп шықтым. Осымен біздің трайфлдарымыз дайын. 1 немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріп, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға ас болсын.